Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Бүгін 24 қараша 2024 жыл, жолдағыларға ақ жол қара трасса дейміз. Құрметті бауырлар, бір аптадан кейін 1 желтоқсан. Қазір бүкіл әлеуметтік желілерде осы 1 желтоқсаннан бастап елімізге 3 жылдан жаңа автокөліктерді кіргізуге болмайды. Оны жеке тұлғалар өздері әкеле алмайды және оған бір кәсіпкер болып тіркелу керек, және қосымша бір базалардан берілген справка рұқсаттары болу керек деп жатқан жай бар. Енді осы орай туралы өзім жеке ой пікірімді айта кетейін, және ұсыныстарым бар, ойым бар, бұл мәселелерді қалай шешу туралы соны ортаға салғым келеді. Енді бұл бұйрықты шығарып отырған Қазақстан Республикасының премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Васильұлы Скляр мырза шығарып отыр. Енді осы орайда Роман Васильұлы Скляр мырза, ол елімізде шығатын отандық автокөліктер бар, ол жаңа Корея Республикасынан әкеліп осы біздің елде құрастырылатын Hyundai, Kia автокөліктер бар, және Қытайдан келетін Jack Sunray дейтін неше түрлі Jack деген автокөліктер бар, солар бар, Chevrolet Monza бар деген сияқты. Сондай автокөліктерді әкеліп елімізде құрастырып жатыр. Сол автокөліктер өтпей жатыр және соны өткізгісі келіп бәрін істеп отыр. Бірағында өздерінің сөздерінде айтады. Осы еліміздегі отанымыздағы автопарк көнеріп кетті дейді. Шетелден егер де біздер мүмкіншілік ашсақ автокөлік әкелуге, онда шетел еліміздегі автопарк көнеріп кетеді дейді. Мысалға қараңыздар, Қытай Республикасынан келген, Қытай елінен келген Hyundai Elantra 2024 жылғы және Қазақстаннан шыққан Hyundai Elantra 2024 жылғы екеуі де автопарк жаңартады. Бірағында ол кісілер айтады, Қытайдан келген 2024 автокөлік ол болмайды екен, елдегі автопаркты жаңарта алмайды екен. Грузиядан келген автокөліктер, алыс жақын шетелдерде Монғолиядан келген автокөліктер жылы жаңа 2015 жылғы бар, 13 жылғы, 18 жылғы автокөліктер, оларда 20 жылдан асып кетті деген автопарк олар жаңартпайды екен да, тек Қазақстаннан ғана сатып алсаңыз жаңарта қояды екен да. Сол түсінбейміз логикаға. Сосын бұл кісілер айтады, олардың Қытайдан келген автокөліктер біздің еліміздің ауа райына стандартына келіспейді дейді. Бірағында елімізде өздеріңіз білесіздер, қаншама жерде Қытайдың техникалары жұмыс жасап жүр. XMG дейді, SMG дейді, неше түрлі тракторлар бар, басқа тағы погрузчиктер бар, неше түрлі бәрі жұмыс жасап жүр. Үстімізде киіп жүрген киімнің бәрі қытайлық. Олар өзі қытайлық нарыққа шығарылған заттары, бірағында техникаға келген кезде, киімге, электронный заттарға келген кезде, осы мен түсіріп отырған телефонға да келген кезде қытайлық заттар болады екен да біздің жерде істеуге. Бірағында автокөлік келген кезде болмай қалады екен. Қытайлық өнімді автокөліктер, мысалы Қытайдан келген автокөліктер, қазір ни в коем случае Қытайдың бір заттарын біздің елде мадақтап не істеп отқан жоқпын, бірақ реально логикаға салып қарауымыз керекпіз. Халықтың ешқандай жолын бөгемеуіміз керекпіз да. Өзі біз елімізде сөз бостандығымен проблема болып тұрған жерде бізде сауда бостандығы болу керек. Біз қай жақтан қандай тауар әкелсек те, оны қалай пайдалансақ та өзіміз білуіміз керекпіз. Енді мысалға қараңыздар, айтады, біздің ауа райы ыссы дейді. Қытайдың кейбір автокөліктері ыстыққа шыдамайды дейді. Бірақ Қытайдың автокөліктері сол Европада да жүр, ыссы жақтар Африкада да жүр, бүкіл жақта жүр. Және олар екінші аргумент айтады, Қытайдың кейбір техникалары біздің салқын ауа райымызға келмейді дейді. Бірақ бір қызық жері Арктикада жұмыс жасайды, Аляскада да бар Қытайдың техникалары. Сонда ол жақтың салқыны және ол жақтың ыстығы біздің Қазақстаннан басқаша болғаны ма, бір уникальный жері бар ма? Бүкіл әлемде Қытайдың тауары бар да, неге біздің елге кіруге болмайды ондай тауарларға? Егер де ондай былайша айтады ғой, раз пошла такая пьянка дейді, онда бетек біздің елімізге қытайлық автокөліктерді әкелуге тыйым салып тұрсыздар ма? Алыс жақын шетелде жаңа автокөліктерді әкелуге, Европадан болсын, қай жақтан әкелуге тыйым салатын болсақ, онда кеше Шарлабаев Қанат Бейсенбайұлы, өнеркәсіп және құрылыс министрі өзі айтқан болатын, біздің елімізде пеш шығады, духовка, газ плита шығады, тағы да стиральная машина шығады, кір жуғыш машина, тағы неше түрлі техникалар шығады деді, бізге пылесос шығады деді. Онда демек шетелден адамдар өзінің жеке пайдалануына да шаң сорғышты, кір жуғыш машиналарды, пештерді, телефондарды бәрін әкелуге тыйым салып тастайық онда. Бәрін әкелмейік, сонда біздің зауыттар өзіміз елімізде сұранысты қамтамасыз ете ала ма екен? Ете алмайды. Енді қараңыздар, оған автокөлікте де бізде зауыттар бар, бірақ ол елді қамтамасыз ете алмайды, біріншіден, объемы жетпейді, бір. Екіншіден, ол автокөліктердің бағасы өте қымбат. Біздің қазақстандықтардың қалтасына келмейді. Несиеге алыңдар дейді, Қазақстанның бәрі несиеден нарадан емес, мына жақтың төбемізден отыр. Білмеймін, түсінбеймін, бізде ешқандай логика жоқ біздің үкіметте. Кәдімгідей басқа сыймайтын заттар. Онда істейміз бе? Бәрін алып тастайық. Жеке пайдалануларыңа дейді. Сонда киімді әкеліп мен киюіме болады қытайлық киімді, бірақ қытайлық автокөлікті мінуіме болмайды. Қытайлық техникаларды, электрон техникалар пайдалануға болады, Қазақстан салқынында да, ыстысында да, бірақ қытайлық автокөліктерді мінуіме болмайды. Сонда қалай? Бұл бірінші үлкен мәселенің ойым деп алыңыздар. Екінші, осы біздің елімізде автопарктарды көнеріп кетті деп күнде өздері қақылдайды. Автохлам дейді. Елімізде автохлам көйіп кетті. Әңгіменің шындығы не үшін көйіп кетті? Ол көне баяғы Балтық теңізінің елдерінен келген, Европадан келген баяғы Volkswagen Passаттарымыз, өзіміздің Opelдеріміз, Audиларымыз солар әлі күнге дейін жүр. Өйткені біз шетелден бар таза жақсы автокөлік әкелейін десек, біздің елдің өтел алымы алғашқы тіркеу салық жарнасы өте қымбат. Және де айтады, біздің елдің экологиясына ол кері әсер етеді дейді. Ал бірағында Литва мемлекетінде, жаңа Европадағы, Евросоюзға кіретін Литва мемлекеті бар, ол жақта Евро классына ештеңесіне қарамай көне автокөліктер бәрі жүр. Бірағында автокөліктердің жағдайы өте жақсы. Біздің елде осы алымдардың болуының кесірінен автопарк көнеріп кетті. Біз ол Склярға, Шарлапаев мырзаға, бүкіл министрлерге бәріне айтатыным, депутаттардың бәріне, бүкіл билік өкілдеріне, біз осы елдің ішінде 20 жылдар асып кеткен автокөлікті жетіскеннен мініп жүрген жоқпыз. Біз бір раритет автокөлік мінейік деп мініп жүрген жоқпыз. Ол көптеген азаматтардың өмір сүру құралы.
сонымен семьясын бағып нәпақасын тауып отырған азаматтар көп. Соның амалдың жоқтығынан жетіспегеннен мініп жүр. Жетісіп тұрса, қазір утиль алым алғашқы тіркеу салық жарнасы болмаса, мен мысалға бір Грузиядан бір жерден бар 2-3 миллион теңгеге бір автокөлік әкеліп алып, өз күнімді өзім көрер едім. Самозанятый население дейді. Сондай бір шаруамды істейтін едім, автопарк жаңартатын едім. Ол қауіпсіз болатын еді. Бұл үлкен бір мәселе. Екіншіден жаңағы мына елімізге міндетті түрде кәсіпкер ол тіркелу керек ол азаматтар деп жатқаны бар. Ол қазір бізде осы 2024 жылдың аяғына дейін 2025 жылдың басына дейін таксистердің бәрін жаңа кәсіпкер қылып тіркейміз дейді, және осындай көлік тауысып өзінің бір нәпақасын көріп отырған адамдардың да бәрін кәсіпкер қылып тіркейміз дейді. Бұмен көресіздер, келесі жылы 2025-те статистика береді. 2025 жылдың басы мен 2024 жылдың аяғында біз Қазақстанда жұмыссыз адамдардың санын күрт жойдық, көп адамды жұмыспен қамтамасыз еттік дейді. Бірағында олар айтпайды оны қалай қамтамасыз еттік. Ол жаңағы таксистердің кәсіпкер болып кеткен үшін, осындай автокөлік таситын азаматтар кәсіпкер болып тіркелгеннің арқасында жұмыссыздықтың саны жойып отырғанын білмейді. Ол осы күнге дейін Қазақстанда самозанятый население дегенді соны жойып, соны жұмыспен қамтамасыз еттік деп кіргізіп жіберіп. Бұл демек біздің әлеуметтік алып отырған көмектердің, алып отырған заттардың бәрінен босағысы келіп отыр. Бюджеттің ақшасын сөйтіп білмей бір жаққа жібергісі келіп отыр. Реально жұмыссыздықпен конкретно күресіп, мына бізде адамға пайдаға аспайтын автозауыттарды ашқаннан гөрі мұнай өңдейтін, газ өңдейтін тағы да заводтарды ашып, көбейтіп, шикізат шетелге жібермей, елдің ішінде дайын өнім қылып дайындайтын хром, никель қорытатын жерлер, ауыл шаруашылықта неше түрлі азаматтар картоп, неше түрлі заттарды егіп, бәрі ең соңында сата алмай далаға лақтырып тастап жатқан жайлар мен шаруашылық жоқ. Соны бүкіл картопты да, бүкіл ауыл шаруашылық өнімдерін бәрін өңдейтін, ет өңдейтін, сүт өңдейтін заводтарды ашпай, сондай 600 миллиардтаған теңгені сұрап алып, апарып бір шетелден келіп жатқан Kia, Hyundai деген сияқты басқа елдің кәсіпкерлерді, инвесторды тарттырдық деген атпен солардың аттары, франшизасын, солардың қосалқы бөлшектерін сатып алып, елде мелкоузловой сборка, крупноузловой сборка деп қырту деген әдеби сөз. Сонымен істеп әшейін қуып отыр. Мен шындығы осы, тікелей қуып отыр. Елімізде нақты бар өзіміздің өнімдерді істемей отыр да. Сонымен жұмысты қамтамасыз етпей, өзімізді алып, бірімізге айдап салып, ИП қылып тіркетіп, бәріміз жеке кәсіпкер жұмыссыздықпен құтылдық деп отыр. Сөйтіп істегісі келіп отыр. Енді құрметті бауырлар, көресіздер, келесі жылы бар ғой, тағы да неше түрлі қызық заттар болады. Ертең келесі жылы, міне, мен просто өз ойымның пікірмен айтайын, ешқандай бір ванговать етіп отырған ештеңем жоқ. Келесі жылы үйлеріңде бір сиыр немесе 4 тауықтан артық болса, ИП болып тіркелесіңдер десе де, мен таңғалмаймын. Таңғалмаймын. Үйіңде бір наннан артық пісіріп, 2 нан пісіретін болсаң, ИП болып тіркелесің десе де таңғалмаймын. Өйткені біздің үкімет таңғалдырудан, маразмнан кәдімгідей ешкімге дес бермей тұр да, бірінші орында келе жатыр. Енді құрметті бауырлар, осы орайда айтатын, шетелден автокөлік сатып жүрген, әкеліп сатып жүрген азаматтар, жаңа автокөлік сатып жүрген азаматтар, бәріңіз жеке кәсіпкер болып тіркеліп алыңыздар, әкеліңіздер автокөлікті, сатыңыздар. Сіздердің автокөліктеріңіз өте арзанға келіп жатыр. Білем, өте керемет жағдайда. Новый Hyundai Elantra 9,5 миллионнан Алматыда кәдімгі маңдайына шертіп жүріп алуға болады. Доставкасымен бәріміз Ақтөбеде 10 миллионда тұрған жайы бар. Ол біздің мына Elantrалар Қазақстандық одан көп арзан. Ол ертең 1 желтоқсаннан кейін ол автокөліктердің бағасы өте қымбаттайды тағы да қазақстандық автокөліктердің. Әкеліңіздер, сатыңыздар. Біздің отандық авто өндірушілермен конкуренция болыңыздар. Өйткені біздің ел бір-екі ғана олигархтардың елі емес. Бұл қазақстандық бүкіл бәріміздің еліміз. Неге оларға ыңғайлы болу керек, неге халыққа қолайсыз болу керек? Енді осы орайда тағы да айта кететін, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа үндеу, және де автомобильдік державаның премьер-министрі критикан Бектенов Олжас Абайұлына үндеу. Ең бастысы үндеу, біз Қазақстан Республикасының азаматтардың құқығын қорғайтын, солардың интересін, Қазақстан халқының интересін лоббировать ететін халық қалаулылары депутаттарға, мәжіліс және сенат депутаттарына үндеу. Құрметті мәжіліс және сенат депутаттары, Қазақстанда қазір салық кодексі қарастырылып жатқанын білеміз. Сол салық кодексінің ішінде 553 бап бар. 553 баптың 4 тармағында көрсетілген кесте бар. Ол алғашқы тіркеу салық жарнасына байланысты. Сол жердегі осы біз Қазақстан Республикасының адамдары ол, азаматтары ол 553 баптың 4 тармағын түбегейлі жойылғанын талап етеміз. Алғашқы тіркеу салық жарнасын сол жерден жойып тастаңыздар. Өйткені бұрында маған депутаттар өздері айтқан болатын, Еркебұлан, егер ол заң болса, біз депутаттар заң шығарушы орган ретінде мәжіліс біз оны алып тастай аламыз деп. Вот мен сіздердің қолдарыңызға құрал Қазақстан Республикасы салық кодексінің 553 бабы 4 тармағын түбегейлі жойыңыздар. Құрметті бауырлар, бәріңіз соны Google-ға кіріп қарап алыңыздар. 553 бап 4 тармақ, соны жоюды талап етейік. Және де жаңағы өзінің жеке пайдалануына бір автокөлікті әкеле алады деген, бір жылға бір автокөлік әкеле алады деп айтып тұр ғой біздің Роман Васильевич Склярдың бұйрығы бойынша. Осы жерде айтатын, Қазақстан Республикасының кедендік реттеу заңы бар. Кедендік реттеу заңында ішінде 39-шы тарау бар. 39-шы тарауда жеке пайдалануға арналған тауарлар деп аталады. Соның ішінде 347-ші бап бар. Временный ввоз транспортных средств для личного пользования дейді. Шетелден өзіміздің жеке пайдалануымызға уақытша әкелетін автокөліктер дейді. Уақытша ол қалай саналады? бір жыл бойы уақытша болып саналады, ары қарата ол постоянно қылып саналатын, кәдімгі өзіміздің мүлік қылып саналатын қылып 347-ші бапқа жаңа тармақ енгізіңіздер, құрметті депутаттар. 347-ші баптың жаңа тармағында айтылсын, Қазақстан Республикасының азаматы өзінің жеке пайдалануына шетелден бір автокөлік әкеледі, ол әкелген кезде бүкіл кедендік баждардан босатылады. Сол баптарда жазылған, сол 347-ші баптың тармақтарында. Соған қосымша кедендік баждардан босатылады, утиль алым алғашқы тіркеу салық жарнасын төлемейді, бір жыл бойы сол көлікті өзі пайдаланғаннан кейін ары қарата отчуждать етіп сата бере алады деген сияқты, сондай бір арбада сыймайтын өгіз өлмейді сияқты бір тетігін табу керек. Және үшінші мәселе, депутаттарға 1 желтоқсаннан бастап Қазақстан Республикасы парламентіне экология кодексі кіретін болады. Экология кодексінің ішінде қателеспесем 386 бапта утиль алым туралы айтылған, утиль алымды сол жақтан түбегейлі жойып тастауымыз керекпіз. Отандық елдегі автокөліктерге, елге әкелінетін автокөліктерге, жеке тұлғалардың басқаруындағы иемденудегі автокөліктердің утиль алымымен алғашқы тіркеу утиль алымы сол жерде алынбайды деп
сол жерден түбегейлі жойып тастау керек. Өзімізде экологияны жақсарту үшін бәріне техрегламенттеріміз бар, евро 4-тен көне болмау керек, және СБГ салған кезде подушка безопасности бәрін тексереді, демек утиль алым керек емес. Сол жерден сөйтіп түбегейлі жойып тастаңыздар. Құрметті депутаттар, айтқан сөздеріңізді тұрыңыздар. Сіз сондай уәде берген болатынсыздар. Заң болса мен өзім шешіп береміз деп. Сол үшін Қазақстан Республикасы салық кодексінің 553 бабы 4 тармағы жойылсын, және экология кодексінің 386 баптағы утиль алым туралы жеке автокөліктерге сол жойылсын, және 347 бапқа тіпті ешқайсына әліңіз келмесе кедендік реттеу заңы 39 тарау 347 бапқа жаңадан түзетулер енгізіңіздер. Мен түзету енгізуге қандай идея жоспарым бар дейтіндеріңіз болсаңыз, менің контактым сіздерде бар, хабарласыңыздар. Мен на общественных началах бар, тегін соны жазып қызмет етуге дайынмын. Халық үшін реально қызмет етуге дайынмын. Өйткені бүгін мен туған күнім, мүшелге толып отырмын. Мүшел жасымда өзімнің кәдімгі соны қиын жастардың бірі болып саналады дейді. Сол кезде осы Алланың атымен ант етейін, барам, тегін жұмыс жасауға сол жерде дайынмын. Бірақ та осыны жою жолында хабарласыңыздар. Сол құрметті бауырлар, автокөлік әкеліп сатамын дейтін азамат, әкеліңіздер, сатыңыздар, ИПО тіркеліңіздер, жүріңіздер, керек болса жарнамаларыңызға тегін атсалысуға дайынмын. Бұл менің жеке ой пікірім, өз ұсынысым. Қалай қарайсыздар? Қолдасаңыздар қолдайтындарыңызды айтасыздар, қолдамайтын болсаңыздар қолдамайтындарды айтасыздар. Құрметті бауырлар, Инстаграм парақшаға тіркеліп кетіңіздер, осы видеоны ары қарата таратыңыздар, лайк қойыңыздар, ары қарата таратып осы үндеуімізді жоғары жаққа дейін жеткізуге тырысайық. Назарларыңызға көп рахмет. Жолдағылар ақ жол қара трасса, жақсы жаңалықтармен қауышқанша. Сосын құрметті бауырлар, қоса кететін жағдай, жаңағы елімізге конструктор ретінде келген автокөліктердің мәселесі бар. Сол туралы Еркебұлан не жаңалық, не ойың бар десе, мен оған жазып қойған ой пікірім бар. Оны амандық болса, осы алдағы аптада жаңадан жақсы видео қылып саларым, бүкіл реттеймін, қалай ұсыныс бар деген сияқты бәрін біріктіріп шығарамын. Бірақ та елімізге конструктор ретінде келген после 1 сентября автокөліктерге де реальный идея бар. Сол құрметті бауырлар, көп сөйлеп кету үшін кешірім өтінемін. Назарларыңызға көп рахмет. Жолдағылар ақ жол қара трасса.